Лимонның денсаулыққа пайдасы. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендерім, бүгінгі видеода лимонның пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Сол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздермен бірге сау ағза арнасы. Достар, біздің каналда 80% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмаша ғана оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Лимон бізге сонау Үндістан мен Қытай жерлерінен келген екен. Кезінде экзотикалық болған бұл жеміс қазірде елімізде орнығып, халқымыздың көңілінен шығып жатыр. Лимонның пайдасы мен зиянын біліп жүрейік. Лимон жыл бойы жасыл ағаштың жемісі. Оның құрамында пектин, эфир майлары, биофлавоноидтар бар. Лимон асқазандағы қорытуға көмектесетін заттардың бөлуіне әсер етіп, ағзаға темір мен кальцийдің сіңіруін жеңілдететін энзимдарды бөледі. Өзі қышқыл болғанына қарамастан, ол асқазан суларының қышқылдығының төмендетеді. Әрине, лимон құрамында С дәрумені жайлы айтпай қоймасқа болмайды. Ол жалпы иммунды жүйені жақсартып, түрлі ауруларға тосқауыл болады. Лимон ағзадан қажет емес кір қоқыстарды шығаруға да көмектеседі. Ал ұзақ уақыт дәрі, антибиотик қабылдасаңыз, лимонның көмегінен бауырыңызды улы заттардан тазартсаңыз болады. Лимон шырыны мен қабығы антисептикалық қасиетке ие. Онымен жараларды сүртіп, тамақты шайса болады. Лимон қан құрамында холестерин деңгейін төмендетіп, диабетті ашады. Лимон құрамындағы П дәрумені қан тамырларын біріктендіріп, қан қысымын көтереді. Әрине, лимонның ең танымал қасиеті жұқпалы тұмау ауруына төтеп беру алуы. Сүйелдерден құтылатын лимонның рецебі. 2 лимонның ұсатылған қабығының 30%-ын сірке судан 0,5 стакан құйыңыз. Тығыз жабылған ыдысты кезеңдеп шайқап отырып 8 күн ашыту керек. Сүзіңіз осы тұнбады суланған тампонды күніне бірнеше рет сүйелдерге жағыңыз. Сепкілдерден құтылатын лимон рецебі. 100 грамм бал алып, 1 лимонның шырынымен араластырыңыз. Осы қоспамен тәкенің жасалған майлықтарды тымқылтатып және сепкілдерді жабылған жерлерге 15-20 минутқа жағыңыз. Табысқа жету үшін үнемі 15-20 маска жағу болады. Бас ауруы. Жана піскен лимонның қабығын алыңыз, цедрадан тазартыңыз, қабаққа салыңыз және бірнеше уақыт ұстаңыз. Кейін терінің үстінде лимон қабығының астында қызыл тамба пайда болады. Ол қызиды және қышиды. Ал бас ауру басылады. Тістерді нығайту. Лимон рецебі. Егер сіз тістеріңіз ақ тамырлы мықты болсын деп тілесеңіз, тістеріңізді лимон қабығымен ысыңыз. Мүйіз кектерден құтылатын лимон рецебі. Ұйықтар алдында аяқты ыстық сумен буындырыңыз, құрғақ болғанша сүртіңіз және кішкене балдырмен лимонның қабығын лимонның шетін мүйіздікке байлап қойыңыз. 4-5 күннен кейін мүйіздік толығымен жолық болып кетеді. Аяқ сіңірінің тартылуы. Аяқтың табанына таңертең және кешке лимонның шырының жағыңыз және жүрмеңіз. Аяқ киімді шырын кепкегенше кимеңіз. Емделу курсы 2-7-ден аса емес. Тырнақтарды күту. Тырнақтар икемділік пен қаттылықты жоғалтпау үшін оларға лимон шырыны мен май қоспасын жиі жағу керек. Жасарту лимон рецебі. Қабығымен 3 лимонды, 3 бас сарымсақ, 3 стакан мүк жидекті сығыңыз. 7 стакан қайнатылған сумен аштыңыз, 2 күнге салқын жерге қойыңыз. Сүзіңіз 400 грамм бал құйыңыз, араластырыңыз және тағы 2 күнге салқын жерге қойыңыз. Күніне 3 рет 1 ас қасық ішіңіз. Шаштың қайызғақтан құтылатын лимон рецебі. 4 лимонның қабығын 1 литр суда 15 минут пісіріңіз. Қайнатпаны сүзіңіз, шашты қайнатпамен аптасына 1-2 рет шайыңыз. Балаға лимонды қай жастан бастап беруге болады? Лимон аскорбин қышқылының және ағзаға қажетті көптеген биологиялық белсенді заттардың бағалы көзі. Бұл жеміс дәрумендерге, микро және макро элементтерге бай. Оны бала рационы міндет түрде қосу керек. Алайда оны баламен таныстыру кезінде ата-ана дәрігердің ұсыныстарына құлақ түргені абзал. Бұл лимонның барынша пайдасын алуға және балаға аллергияны даму мүмкіндігіне алдын алуға көмектеседі. Ендеше балаға лимонды қай жастан бастап беруге болады? Ата-ана бала рационы жаңа өнім қосарда оны балаға неше жастан бастап жеуге болатынын білу керек. Лимонды алғаш рет балаға берген кезде оның кішкентай бөлігін беруді бастаңыз. Оны тек
9-10 айдан соң беруге рұқсат етіледі. Сондай-ақ лимонмен танысуды оның кішкентай тілімін жылы суға салып, аздап қант қосып беруді де бастауға болады. Ал 1 шай қасық лимон суы қосылған шайды балаға 1 жастан кейін ғана беру ұсынылады. Бұндай сусынды негізгі тамақтан бөлек беріңіз. Ол ағзаға жақсырақ сіңеді. Лимон сусындарын балаға аптасына 2-3 реттен артық бермеу керек. Лимон тілімінде аптасына 2-3 реттен артық бермеу ұсынылады. Лимон жегенді ұнатса, бір бергенде 2-3 тілімнен артық бермеген жөн. Лимонның сіз білмейтін құпиясы. Лимонның емдік қасиеттері мен адам өміріне пайдасы орасан зор екенін бірі білсе, бірі білмейді. Кейбір медицинада мақұрым жандарға шайға қосылатыны мен қышқыл болатынын ғана хабардар. Бүгін біз сіздерге осы бір сары жемістің қандай керемет пайдасы бар екенін айтамыз. Сондай-ақ депрессиядан шығуға көмектеседі. Мұны білетін мамандар элиталы мейрамханалардың маңына осы бір өсімдіктің ағашын отырғызады. Қонақтар өздерін жайлы сезініп, қайтадан бас сұғуға ұмтылады. Бір жағынан бұл да пайдалы кәсіптің біріне тигізіп жатқан көмегі. Мамандардың айтуы бойынша сары өсімдік адамның басындағы терісін жақсы тазалайды. Бұдан бөлек теріге шыққан безеу, өзге де ауруларды жоюға көмектеседі. Оны 2-ге бөліп, ауырып тұрған мүшелеріңізге тигізсеңіз, ондағы микробтар жоя алады. Сондай-ақ тырнағыңызға дерт пайда болып тыныштық бермесе, лимон басыңыз қойсаңыз көмегі тиер сөзсіз. Егер жылы су мен лимонды өсімдігін ішсеңіз, артрит, ревматизм сынды ауруларды алдын алуға болады. Сіздермен бірге сау ағза арнасы. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана оп-оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады.